Құрметті Қазақстан Республикасы Конституциясының 25 жылдығына арналған Қазақстандық конституционализм, тарих және қазіргі заман сабақтары атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияға қатысушылар. Әлемдегі қазіргі жағдайға байланысты біздің конференция дәстүрлі емес форматта ғалымдардың видео бағдарламаларымен таныстыру форматында өтуде. Сондықтан конференцияға тек отандық заңгерлер ғана емес, сонымен қатар жақын және алыс шетел ғалымдары қатысқаны бізді қуантады. 2020 жыл Қазақстан үшін өте ерекше жыл болып табылады. Елімізде биылғы жылы бірнеше айтулы оқиғалар аталып өтіледі. 30 тамыз Қазақстан Республикасы Конституциясының 25 жылдығы, 9 мамыр Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 75 жылдығы, 29 тамыз Семей полигоны жабылуының 25 жылдығы. Сонымен қатар тамыз айында Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы. Осы конференция Конституцияның негізгі ережелерін, оның құқықтық эволюциясын талқылау, негізгі заңға салыстырмалы талдау жүргізу, оның негізгі ережелерін іске асыру жолдары. Қазақстан Конституциясының осы жолындағы мәселелері мен даму перспективалары туралы әңгімелесу үшін бүгін сіздермен біз кездесіп отырмыз, ұйымдастырып отырмыз. Кез келген мемлекеттің жетістіктері, оның басты заң құжаты Конституция негізінде бекітіледі. Бүгінгі таңда Қазақстан өзінің 29 жыл ішіндегі табыстарымен бүкіл әлемге танымал. Бұл біздің Конституциямыздың іс-қимылының нәтижесі. Өйткені еліміздің негізгі заңының ережелері қазіргі заманғы дәуірдің талаптарына сәйкес Қазақстанның демократиялық қоғамның мүдделерін қорғап, демократиялық реформаларды, елдің тиімді саяси, әлеуметтік экономикалық және мәдени процестерін одан әрі дамытуға ықпал етеді. Қазақстан Республикасының қолданыстағы Конституциясы 1995 жылғы 30 тамызда бүкіл халықтық референдумда қабылданды. Бұл күн мемлекеттік мереке. Қазақстан Республикасының Конституциясы күні болып табылады. Елдің негізгі заңын қабылдау алдында Конституция жобасы халық арасында кеңінен талқыланды. Жалпы алғанда жоба 33 мыңға жуық ұжымдар талқыланды, сонымен қатар 3 миллион астам азамат қатысты. Талқылау кезінде 30 мыңға жуық ұсыныстар және ескертулер келіп түсті. Конституция әрқашан күн талабына сай болады. Сондықтан қандай да бір өзгерістер мен толықтыруларға қажеттілік туындалған кезде, ол әрдайым оларға тез жауап беріп, уақыт талаптарына сәйкес іске асырылды. Осы іс-әрекеттің арқасында Қазақстан Республикасының Конституциясы декоративті постулаттарда емес, мемлекеттің өзекті демократиялық жетістіктерімен бекітіледі. Қазақстан Республикасы Конституциясы әлемдік тәжірибеге сүйене отырып құрылды. Негізгі заң бүгінде еліміздің демократиялық дамуының бағдары болып табылады. Оның іске асыру мен жетілдіру үнемі жалғасатын болады. Мен конференция қатысушыларына бүгінгі таңда алғыс айтам және сіздерге денсаулық пен алда шығармашылық табыс тілеймін. Уважаемые участники Международной научно-практической конференции «Казахстанский конституционализм и уроки истории современности». В связи со сложившейся ситуацией в мире наша конференция проходит в нетрадиционном формате. Это формат представления видеовыступления. Оттого еще более приятно, что конференция участие принимает сегодня не только отечественные ученые-правоведы, но и ученые из стран ближнего дальнего зарубежья. Этот год для Республики Казахстан является особенным. Страна будет праздновать сразу несколько знаменательных событий. 30 августа – 25-летие Конституции, 9 мая – 75-летие победы Великой Отечественной войны, 29 августа – 25-летие закрытия Семипалатинского полигона, а в августе – 175-летие со дня рождения Абая Кунанбайұлы. Достижение любого государства основывается на базе главного юридического документа страны – это Конституция. Сегодня Казахстан известен всему миру своими успехами почти 30 лет.
независимости. Этот результат действия нашей Конституции, поскольку положения основного закона страны защищали интересы демократического общества Казахстана в соответствии с требованиями современной эпохи и способствовали дальнейшему развитию демократических реформ, эффективных политических, социально-экономических и культурных процессов страны. А действующая Конституция Республики Казахстан была принята 30 августа 1995 года на всенародном референдуме. Этот день является государственным праздником, Днем Конституции Республики Казахстан. Принятию основного закона страны предшествовало широкое обсуждение проекта Конституции населением страны. В общей сложности состоялось около 33 тысяч коллективных обсуждений проекта, в которые приняли участие более 3 миллионов граждан. Конституция всегда отвечала реалиям нового дня, поэтому, когда возникла необходимость в каких-то изменениях, дополнениях, то она всегда в них быстро реагировала, рассматривала и реализовывала в их соответствии требованиям времени. Благодаря тому, ходу действия Конституции Республики Казахстан закрепляет не декоративные постулаты, а актуальные демократические достижения государства. Конституция была построена, исходя из мирового опыта. Основной закон и сегодня является ориентиром демократического развития страны. Его реализация, совершенствование будет постоянно продолжаться. Поэтому мы сегодня с вами обсуждаем такие актуальные вопросы. Я вот сегодня хочу поблагодарить участников конференции и желаю вам здоровья и дальнейших творческих успехов. Спасибо.